Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дастарханның сәні болатын жұмсақ әрі сүйкімді күлше нандардың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, құрамына қосылатын заттардың барлығын төменде описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт пен жылы судан құямыз, және оған азырақ тұз саламыз, және қантымызды саламыз. Ашытқымызды салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Ерітілген сармайымызды қосамыз, және ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоспайтын боламыз, екіге бөліп қосамыз. Бірінші бөлігін қасықпен жақсылап, ұнымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Екінші бөлігін судан соң барып қосып, қолымызбен жақсылап елетін боламыз. Біздің қамырымыз қатты болып қалмау қажет, жұмсақ қолға жабысып тұратындай қамыр шығу қажет. Дайын болған қамырды 1 немесе 2 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз жақсы көтерілген. Енді осы қамырды алып, 5-6 майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Күлше нандарымыздың барлығы бірдей болсын десеңіздер, таразға салып 1 бөлігін өлшеп алсаңыздар болады. 1 бөлігі 120 граммдай болып шығады. Енді қамырларымызды пешке қоятын ыдысқа салып, қолымыздың көмегімен осындай майда күлше нандардың формасын келтіретін боламыз. Және орталарын міндетті түрде шанышқымен осылай видеодағыдай тесіп шығамыз. Үстінен міндетті түрде күнжітпен немесе матпен сандеп шығыңыздар. Сол кезде біздің күлше нандарымыз өте әдемі әрі сүйкімді болып шығады. 180 градус қызып тұрған пешке 30 немесе 40 минутқа салып, күлше нандарымызды пісіріп аламыз. Біздің күлше нандарымыздың дайын, өте әдемі әрі сүйкімді, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, достар, міндетті түрде лайк басып, мені қолдап, пікір қалдыра отырыңыздар.